Саламатсыздар ма сынып оқушылары, 128 есептен бастап жалғастырамыз. Бірінші бұрқақ минутына 250 литр су атқылап резервуарды 30 минутта толтырады. Екінші бұрқақ осы резервуарды 50 минут уақытында толтырады. Екінші бұрқақ минутына неше литр су атқылайды? 250 литр 30 минутта толтырады. Ал 50 минутта неше литр толтырылады? Яғни неше литр су атқылайды? 250-дің x-ге қатынасы тең деп аламыз мұндағы 50-дің 30-ға қатынасына. Яғни оқушылар кері пропорционал шамаларды пайдаланып пропорция құрамыз. Сонда x-ті табу үшін 250-ге 30-ды көбейтеміз. Бөлеміз 50-ге, сонда тең болады екен 150-ге. Келесі 129-шы есеп. Мұндағы суретке мән береміз. Екі тегершік қайыс белдікпен байланысқан. Үлкен тегершіктің шеңберінің ұзындығы 54 см, ал кіші тегершіктің шеңберінің ұзындығы 36 см. Үлкен тегершік 30 рет айналғанда кіші тегершік неше рет айналады? Үлкен тегершіктің шеңберінің ұзындығы 54 см. Кішісінкі 36 см. Үлкен тегершік 30 рет айналатын болса, кіші тегершік қанша рет айналады? Яғни оны біз x деп белгілеп аламыз. Енді осы жерден кері пропорционал шамаларды пайдаланып пропорция құрамыз. Яғни 54-дің 36-ға қатынасы тең болады x-тің 30-ға қатынасына. Енді осы жерден x табу үшін 54-ге 30-ды көбейтіп 36-ға бөлеміз. Елу төрт пен 30-ды көбейтіп 36-ға бөлетін болсақ, тең болады 45-ке. Сонда оқушылар жауабы 45 рет айналады. 130-шы есеп. Ертедегі есеп. Ыстық күні 6 орақшы ыдыстағы сусынды 8 сағатта ішті. Осындай ыдыстағы сусынды неше орақшы 3 сағатта ішеді? Оқушылар 3 сағатта ішетін орақшылардың саны белгісіз, оны біз x деп алайық. Енді есептің шарты бойынша кері пропорционал шамаларды пайдаланып пропорция құрамыз. Яғни 6-ның x-ге қатынасы тең болады 3-дің 8-ге қатынасына. Енді осы жерден x-ті табу үшін 6-ны 8-ге көбейтіп 3-ге бөлеміз. Сонда тең болады екен 16-ға. Сонда жауабы осындай ыдыстағы сусынды 16 орақшы 3 сағатта ішеді екен. Оқушылар, келесі сабақта 131-ші есептен бастап жалғастырып түсіндіретін боламын. Каналға жазылыңдар, лайк басып, өздерінің пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.